Қиыр шексіз даланың бір шетінен бірге табиғат маржаны Бурабай көз тартады. Бұл таңғаларлық қатпарлы таулар. Бір кездері биік таулардың ежелгі шөгінді және магмалық жыныстарынан түзілген орталық Қазақстанның ұсақ шоқырларының бір бөлігі. Олар миллиондаған жылдар бойы желдің, жаңбырдың және ағынды сулардың әсерінен ұшырап, бұл аймақты қабатты таулардың, қылған жапырақты ормандардың және мөлдір көлдердің ерекше кешеніне айналдырды. Қазақстанның көз тартар табиғат игіліктерін ашудың ең жақсы тәсілі даңғыл жолмен де, жолсыз даламен де, таңның арайы мен күн батар көкжиекке қарай алып баратын жүк салғышында қажеттінің бәрі бар өз автомобиліңізбен саяхаттау. Қайда барып, қайда тоқтарыңызды, қай жерде көбірек аялдайтыныңызды тек сіз ғана шешесіз. Бүгін біздің отбасымыз Астана қаласынан орталық Қазақстанның таңғажайып жерлерін зерттеуге аттанады. Бұл сапарда оларда сенімді және кең жаңа Chevrolet Traverse'ті тізгіндемек. Мұндағы табиғат шынымен де ерекше. Көлдер балыққа толы, орман жабайы жануарлардың саясы, ауа қарағай мен шөптердің иісіне тұнып тұр. Бурабай ұлттық паркінде 10-нан астам ірі көлдер бар. Олардың ішіндегі ең ірілері Шортанды, Бурабай, үлкен және кіші Шабақты, Қотыркөл көлдері. Ал енді сіз Бурабайдың ең биік шыңдарының біріне көтерілсеңіз, көгілдір аспан түстес. Ондаған айнадай жылтыраған көп және кішкентай көлдерді көре аласыз. Курорттағы туристер не істеу керек? Әрине, қайықты жалға алып, қарама-қарсы жағалауды зерттеуге барыңыз. Абылайхан алаңқайына соғып, шеберлер базарынан сауда жасап, велосипедті тақымдап, маршруты 32 километрді құрайтын Бурабай көлінің айналасындағы әйгілі веложолды еңсеріп көріңіз. Дәстүрлер мен жергілікті мәдениетті бағалайтындар ұлттық костюмдер киіп, естелік ретінде бірнеше суретке түсе алады. Бұл сиқырлы жерлерден алатын бонусыңыз көлдің құмды жағасында өзіңізге жақын адамдармен күннің ұясына қонған сәтін тамашалап, тамаша пикник жасап рахаттанасыз. Қызықтырып жіберді ме? Қазақстанның сұлу игіліктерін Chevrolet автомобильдермен жүріп көріңіз.